Қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Және де мен бүгін сіздермен күшті бір тақырыпта сөйлесетін боламын. Бұл жалпы универде бакалаврда бірінші және екінші курс студенттеріне арналады, немесе үшінші, төртінші курс студенттеріне арналады. Жалпы мен өзімнің историямды айта кетейін. Барлығымыз бір мамандықта оқимыз, иә. Мен мысалы ағылшын Қытай мамандығын бітіріп шыққан түлекпін 2024 жылғы. Және қазір өзім магистратурада оқимын. Бұл жақта мен ешқандай оқуға қажетті белгілі бір кеңестер айтпаймын, бірақ сіздер өмірдегі қандай карьера құру, оны құрған дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты нәрселерді айтқым келеді. Мен бұл видеоны жасап жатуым себебі ол қазіргі курстар жайлы, иә. Қазіргі таңда өте көп таралған курстар бар. SMM, таргеттолог, тағы қандай неше түрлі күніге бір жаңа курс шығып жатыр да. Мысалы, білмеймін, қазір екінің бірі курс шығарады, дұрыс қой. Сол себепті ондай курстарды алып, өзіңіздің таңдап жатқан мамандығыңыздан қашып, оңай ақшаға немесе оңай нәрсеге бара салудың қажет еместігі туралы айтып өткім келеді. Мен мысалы универ оқып жүргенде екінші курс кезінде, білесіздер, яғни қанша жерден стипендия ал, қанша жерден саған ата-анаңның көмегі болсын, бірақ дегенмен де өзің ақша тапқың келеді, өзің күніңді өзің көргің келеді. Ата-анаңнан ешқандай тәуелді болғың келмейді ата-анаңа. Сол себепті мысалы ол кезде әрине маркетинг басқаша болды, иә. Мысалы мен өзім SMM курсын өткен адаммын және сол салада жүрген адаммын. Бірақ өзім керісінше бакалавр мамандығын қандай мамандықпен бітірдім, сол нәрсемен енді хочу сонымен бір ашылуға деген сияқты. Өйткені жақында көп белгілер келді, немесе тесттен де өттім, Галлап тест жайлы бөлек әңгіме болады. Сонымен, яғни айтқым келетіні былай. Сол 2021 жылы мынандай рекламалар шығады. Сен студентсің, сенің ақшаң жоқ, и сен хочешь зарабатывать осындай, там менің курсыма кел, сен осылай зарабатывать етіп үйренесің деген сияқты. Мен айтқым келмейді, ол курс жаман, ол курс мынандай деген сияқты. Бірақ қазір көп байқаймын, студенттер бакалаврға әсіресе өте қазір бұрын кісілерді білмеймін, там дипломы, там оны істемейді, оқымайды деген сияқты. Сол кісілер мысалы осындай ақша тапқың келсе, давай менің курсыма кел деген сияқты. Ол курстарға негізі барудың кейде қатты қажеттілігі болмайды деген сияқты. Немесе өміріңізді баланста ұстай алатын болсаңыз, оны қосымша ақша табу көзіне айналдырсаңыз болады. Өйткені қазір мынандай нәрсе бар да, білесіздер ме, жасың өседі, жасың 20-ға жетеді, сол кезде сен ойлана бастайсың. Мен жалпы адамдарға қандай пайда жасадым деген сияқты. Сол себепті өзіңіз қандай мамандықты таңдадыңыз, сол мамандықты егер де сізге ұнаса, егер де сіз сол мамандықта шынымен де болсаңыз, керісінше сол мамандықтың аясында жұмыс істеп көрсеңіз. Я, ол мамандықтың саласында жұмыс істеу үшін сізге өте көп опыт керек, бір нәрсе керек, бірақ шынымды айтайын, ол нәрселердің барлығы бос сөз. Мен мысалы мектеп бітіргеннен кейін сразу өзім educational centerге ағылшын тілі мұғалімі болып жұмысқа кірдім. Ол жерде менің опытымды қараған жоқ, ол жерде менің бір атап айтқан ештеңем қараған жоқ. Мен ағылшыным жақсы болды, және мен балаларға сабақ бере алдым деген сияқты. Мысалы, только 5-ші сыныптарды маған берді деген сияқты, кішкентай балаларды берді деген сияқты. Сол себепті қандай салада болсын, өзіңіздің салаңызға жақын адамдармен араласыңыз, біреудің влияниясына қатты түсіп кетпеңіз. Қазір осындай студенттерді әсіресе, қалай айтсам болады, бір курс сату жағынан өте көп сондай, қалай айтсам болады, маркетингтің бір айла тәсілдері деп айтайын ба, әлде білмеймін, қандай да бір сөздермен, қалай айтсам болады, манипуляциямен сату деген сияқты бар. Өзім жалпы SMM-нен жаман нәрсе көрген жоқпын. Өзім шетелге бардым, өзім хотелкаларымды жаптым, ата-анама сыйлықтар жасадым. Шынымды айтсам, өз жүгімді өзім көтеріп жүретін адам болдым. Мен ешкімнен ақша сұрамадым, мен ешкімге тәуелді болмадым, туысқандарыма тәуелді болмадым. Қалада оққаннан кейін керісінше барлығы маған жеңіл түсті деген сияқты. Бірақ қазір мен жасым 20-ға келіп байқап жатырмын, что мен сол нәрселерді дұрыс істемеппін деген сияқты. Қазір ойланасың, мысалы SMM
Иә, сен біреудің бизнесіне көмектесесің осындай, бірақ сенің, қайтсам болады, пәлсапалық деңгейде бір не жасап жатсың осы өмірге? Жалпы адам болып осы өмірге келдің, не істеп жатсың? Қандай бір пайдаң бар? Деген сияқты сұрақтарға мен өзіме жауап бере алған жоқпын. Мен мысалы күніге там, мысалы дизайн барлығын мен білемін. Былай қарап тұрсаң, только өмірің компьютермен өтіп жатқан сияқты. Адамдармен аз араласа бастайсың, адамдардың ішіндегін түсінбейсің деген сияқты. Сондай социализация деген нәрсе болмағандықтан, немесе қалай айтсам болады, сондай бір тұлғалық деңгей болмағандықтан осы нәрселерді сіздерге айтып жатырмын. Сол себепті өтініш, бакалавр студенттері, эмоция, сіздер білесіздер ме, кез келген курс, кез келген нәрсені сатып алған кезде бірінші эмоцияларыңыз басым тұрады. Сіздер үнемі сұрақ қойыңыздар: қазір мен осыны сатып алсам, мен ақша жасай аламын ба, мен осыны істей аламын ба деген сияқты. Мысалы менің қатарластарым, иә, менің группаластарым, олардың да арасынан болды SMM, мобилография, сондай таргетинг, сондай курстардан өткен, бірақ ол кісілер мүлде жұмыс жасаған жоқ, шыны керек. Бір-екі рет жасады, қойып қойды. Бірақ мен өзім 2021 бастадым ба, тіпті сол курсты өтіп жүрген кезде уже адамдар тауып, адамдармен жұмыс істеп, уже ары қарай тоқтамастан, былайша айтқанда, кеттім. Соның арқасында мен осы салада әлі жүрмін деген сияқты. Вот. Одан кейін мысалы сіздер универ бітірген кейін білесіздер, Қазақстанда мемлекеттік грантты өтеу деген нәрсе бар. Оны да сіздер ұмыт кетпеңіздер. Сіздер мысалы универде оқып жатқан нәрсе, ол біреудің салығы, біреудің ақшасынан жұмыс істеген, маңдай терімен келген нәрсені сіздерге соның жартысын стипендия қылып, немесе оқуыңызды тегін қылып 4 жыл береді. Сол себептен бізде Қазақстанда оқу тегін болғаннан кейін айтып жатырмын. Өзім шетелге тапсырғаннан кейін көп нәрселерді байқадым. Тіпті сіз шетелге тапсырғанның өзінде документті тегін тапсырмайсыз. Сол сияқты осы нәрселерді бағалап үйрену керек. Құрметті бакалавр түлектері, бакалаврда оқитындар, эмоцияға салынып, ақша бүйтіп кетем, сөйтіп кетем деген сияқты оңай жолды таңдамаңыздар. Өздеріңіздің салаңыздан адамдар іздеңіздер, адамдармен танысыңыздар. Бір аптада максимум, былайша айтқанда, 3 адаммен танысыңыз. Яғни танысқанда бір қыздардың, подругаларыңыздың ұл достары, немесе ондайла сияқты емес, ондай таныстық емес, жалпы кәсіби деңгейдегі таныстықтармен жасап көріңіздер. Белгілі бір мысалы шараларға барыңыздар, осы қалаңыздағы. Сіздер жарайды, мысалы кейбіреулеріңіз солтүстік қалаларға түстіңіз, иә, серпінмен, сол сияқты бір әр қалада күшті проекттер бар, осы апта сайын жүргізіп тұратын, қала әкімшілігі бөлінетін. Сол жақтарға қатысыңыздар, адамдармен сөйлесіңіздер, арасында мықты тұлғалар, мықты бизнесмендер, мүмкін сіздің қабілетіңіз сол кісілерге керек шығар. Сол себепті сіздерден өтінерім, курс сатып аларда бүкіл нәрсеге мән беріп қараңыздар. Вот соны айтқым келеді.